Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзбек халқы туралы ақпаратты барынша көп айтуға тырысамын. Ендеше кеттік. Өзбекстан. Ресми атауы Өзбекстан Республикасы. Орталық Азияда орналасқан тәуелсіз мемлекет. 1992 жылы 8 желтоқсанда қабылданған Конституция бойынша президенттік басқару нысандағы зайырлы мемлекет. Президентті 5 жылға сайлайды. Жоғары заң шығарушы органы қос палаталы болып келеді. Атқарушы органы министрлер. Өзбекстан негізінен 14 облысқа бөлінеді. Ежелгі тарихы. Өзбекстан жерін адамдар ежелгі тас ғасырынан бастап мекендей бастады. Олар аңшылық, терімшілікпен айналысты. Жаңа тас дәуірінде егіншілік пен бақташылық пайда болды. Қола дәуірінің соңында алғашқы мемлекеттік бірлестіктер, Соғды және Хорезм тайпалық одақтары құрыла бастады. Біздің заманымыздан бұрын 5-4 ғасырларда ел аумағы парсы патшалығына бағынды. Бұл кезеңде өзбек жерін мекендеген халықтар, сонымен қатар тарихы туралы Геродоттың жазбалары мен Бехистун сына жазуында айтылады. Біздің заманымыздан бұрын 330-328 жылдары өлкеге Ескендір Жалқырнайын шапқыншылық жасады. Грек-Македон империясы ыдырағаннан кейін ел аумағында әртүрлі кезеңдерде Бактрия, Кушан патшалығы, қаңлы мемлекеттері өмір сүрді. 5 ғасырдың ортасында түріктердің қысымымен ыдырап кеткен Ахундар мемлекетінің негізінде ел аумағы бір орталыққа бірге бастады. 7 ғасырда ел аумағы батыс түрік қағанатына бағынды. Ол кезде Ұлы Жібек жолы дамып, Самарқанд, Бұхара, тағы да басқа қалалар ірі сауда орталықтарына айналды. 7 ғасырдың аяғында қағандық ыдырап, өлкені арабтар жаулап ала бастады. Халық жаппай ислам дінін қабылдай бастады. Араб мәдениетінің ықпалымен Мәуереннахр аймағы ислам әлеміне аса ірі мәдени орталығына айналды. 9 ғасырдың басында араб халифаты ыдырай бастады да ел аумағы Самани мемлекеті құрылды. 10-12 ғасырларда ел аумағында Қарахан мемлекеті, Газнауи әулеті, Селжұқ мемлекеті кезек-кезек билікке келді. 12 ғасырдың екінші жартысында Хорезмшах мемлекеті күшейіп, Бұхар мен Самарқандты бағындырды. 13 ғасырда өзбек жері Моңғол империясының құрамына кіріп, ел аумағында Шағатай қағанаты құрылды. 14 ғасырдың екінші жартысында Әмір Темір Мәуереннахр жеріне қуатты империя құрды. Оның астанасы Самарқанд қаласы ірі сауда орталығына айналды. Үндістан, Қытай және Шығыс Еуропа арадағы тікелей сауда байланысы еді. Сауда байланысы елдің экономикалық және мәдени өркендеуіне әсерін тигізді. Өзбек мемлекетінің тарихи негізі қалыптасып, саясат, экономика, мәдениет, ғылым мен өнер саласында ірі табыстарға қол жетті. Әмір Темір өлгеннен кейін қуатты империя екіге бөлінді. Мәуереннахрды Әмір Темірдің немересі Ұлықбек басқарды. Ұлықбек қолөнер мен сауданы дамытуға қолдау көрсетіп, ғылым мен мәдениетке жіті көңіл бөлді. Әрі аса көрнекті ағартушы ғалым ретінде танылды. 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басында Орта Азияны Мұхаммед Шайбани ханның көшпелі өзбек тайпалары басып алды. Көшпелілердің жергілікті тұрғындармен сіңісуі нәтижесінде өзбек этнонимі орныға бастады. Шайбани әулеттің елдің шаруашылығын нығайтып, суландыру жүйесін жетілдіруге, ақша реформасын жүргізуге тырысты. Бірақ сыр бойындағы қалалар үшін Қазақ хандығына, сондай-ақ қазіргі Иран, Ауғанстан аумағына құрылған мемлекет бірлестіктерге қарсы үздіксіз соғыстар Шайбани мемлекетінің ыдырауына алып келді. 17 ғасырдың басында Бұхар хандығы мен Хиуа хандығы, 18 ғасырдың басында Қоқан хандығы құрылды. Хандықтар арасында халықты күйзелткен үздіксіз соғыстарға қарамастан өлкенің шаруашылық, мәдени тұрмысы әрі қарай дами бастады. Ирригациялық құрылыстар жетілдірілді. Ауыл шаруашылығы жақсарып, жаңа қалалар бой көтерді. 19 ғасырда Британ империясы мен Ресей Орта Азияға, соның ішінде Өзбекстанға да көз тігіп, пайдалы қазбалар көзін иеленуге ұмтылды. Қазақ жеріне мықтап орналасқан Ресей, Бұхар, Хиуа және Қоқан хандықтармен дипломатиялық байланыс орнатуға тырысты. Ресей басқыншылары Орта Азия жеріне басып кіріп, 1876 жылы Түркістан генерал-губернаторлығын құрды. Қоқан хандығы жойылып, оның аумағы Түркістан генерал-губернаторлығына бағынды.
бұхар және хиуа хандықтарының аумақтары қысқартылып, өздері Ресей боданына айналды. Мақта алқаптары ұлғайтылып, мақта тазалау заттары мен май айыру кәсіпорындары салынды. Орта Азия Ресейдің отарына, оның аграрлы шикізат базасына, өнеркәсіп бұйымдарын өткізу аудандарына айналды. 20 ғасырдың басында орыс шаруаларын Орта Азияға қоныс аударту басталды. Экономикалық және әскери стратегиялық мақсатты көздеген патшалық Ресей Орынбор Ташкент темір жолын сала бастады. Кеңес одағы заманы. 1917 жылы Ресейдегі төңкеріс елдің қоғамдық саяси өміріне өзгерістер алып келді. Шура-ислам, Шура-и-Уәлима ұйымдары, жас бұхаралықтар қозғалысы пайда болды. Діни және түрікшілдік қозғалыстар күшейді. 1917 жылы 28 қарашада Қоқан қаласында құрылған Мұстафа Шоқай бастаған Түркістан автономиясын көп ұзамай большевиктер күшпен таратты. Ташкентте тағы да басқа ірі қалаларда жергілікті гарнизон солдаттар мен негізінен славян ұлты жұмысшыларын өз жақтарына шығарып алған большевиктер кеңес үкіметін орнатты. Және 1918 жылы РКФСР жарияланды. Бірақ ірі қалалар мен әскери бөлімдер жоқ жерлердің барлығы жергілікті халықтың қолдауына сүйенген басмашылар қозғалысы күрт күшейді. 1920 жылы ішкі Ресейдегі азамат соғысы аяқталғаннан кейін Қызыл армия бөлімдері басмашылар қозғалысын күшпен басты. Көп ұзамай Хиуа мен Бұхар хандықтарына да кеңес үкіметі күшпен орнатылып, халық толқулары Қызыл армия тарапынан қатыгездікпен жанышталды. 1924-25 жылдары Орта Азия елдеріне ұлттық межелеу жүргізіп, КСРО құрамына Өзбек КСР құрылды. 1937 жылы қабылданған Өзбек КСР Конституция КСРО тарағанға дейін қолданыста болды. Екінші дүниежүзілік соғысқа өзбек халқы да белсене араласты. Тәуелсіздік заманы. 1991 жылы 31 тамызда өткен Өзбек КСР атауын Өзбекстан Республикасы деп өзгертіп, 1 қыркүйекте елдің тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды. Елдің тұңғыш президенті болып бұрын Өзбек КСР-сын басқарған Ислам Кәрімов сайланды. Содан кейін Ислам Кәрімов 2016 жылы қайтыс болғаннан кейін оның орнын премьер-министр болған Шавхат Марзиев алды. Өзбекстанның салт дәстүрі. Өзбекстанның дәстүрінің бірі ол қонақжайлық. Өзбекстанда қонақ күтпеу ұят деп есептеледі. Ол салт қазақтарда да бар, сондықтан көп тоқталмай қояйын. Екінші салтымыз ол ош, яғни палау. Палау немесе ошпен бәрі жақсы таныс десек артық болмас. Өйткені ол өзбек асханасының өзіндік ерекшелігі саналады. Түп төркіні тым тереңге кетіп қалғаны сонша, палауды тұңғыш рет кімнің қашан жасағанын анықтау мүмкін емес. Палау оларда қазақтың бешбармағы сияқты бас мәзірдің бірі. Үшінші салт бізде хан атлас. Хан атлас ол түрлі түсті жібек мата, өзбек мәдениетінің ажырамас бөлшегі. Марғылан жібегі қайталанбас өрнегімен шығыс пен батыста аса танымал ұлы жібек жолы кезінде құнды тауар саналды. Керуен жолымен оны Хорасан, Египет, Бағдат, Грекия және өзге де елдерге тасыған. Хан атласты сый ретінде беріп, мұраға қалдырып, сауда келісімінде де қолданған. Менің ойымша сіздерге бүгінгі шығарылым қызық болды деп ойлаймын. Ендеше арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай ел туралы мағлұмат берейін, соны комментарийға жазып кетіңіздер.